Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте дәмді хот-дог жасаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен хот-догтың қамырын дайындаймыз. Ол үшін жылы сүтке шекер, ашытқыш, кішкене тұз, жұмыртқа, сары май және де айран қосып араластырамыз. Онды еліктен өткізіп, жұмсақ қамыр илейміз. Енді 1 сағатқа көтерілгенше бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көріп тұрғандарыңыздай 2 есе көтерілді. Енді қамырмен жұмыс жасауды бастаймыз. Оның көмегімен қамырымызды илеп, 14 бөлікке бөлеміз. Әр бөлікті видеодағыдай дөңгелек етіп аламыз. Енді әр дөңгелекті видеода көрсетілгендей хот-дог нанының формасына келтіреміз. Барлығын противенге салып, бетін пакетпен жауып, көтерілгенше 10-15 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығып, қызып тұрған духовкада 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Нанымыз піскенше гриль табаны қыздырып, сосискаларымызды екі бетінен қуырып аламыз. Хот-дог нанымыз өте жұмсақ, көтеріліп пісіп шықты. Қызып тұрған табаға кішкене май сеуіп, хот-дог нанымызды екіге бөліп, ішкі жағын қуырып кептіріп аламыз. Соус ретінде майонез бен кетчупты араластырып аламыз. Хот-догты жинауға кірісеміз, нанымызға соусты жағамыз, салатный листья қоямыз, помидор қойып, сосиска қойып, қиярымызды қойып, видеода көрсетілгендей жиямыз. Міне хот-догтарымыз дайын болды. Өте оңай, көріп тұрғандарыңыздай жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.
және жаңа видеоларды өткізіп алмау үшін тіркелуді де ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.